Ассалаумағалейкум. Дастурға 10 километр жерде бір шеркештердің қорымына келіп жатыр. Қорымның аты Сүйір қорымы деп аталады. Жалпы шеркештің Шумақ бөлімінен тарайды. Мына жерде сол Сүйірдің өзінің құлпытасы бар. Мына жерде 1830 жылы қойылған құлпытас, ескі құлпытас. Шеркеш руы дейтін, Шумақ тайпасы дейтін. Мына жерде Сүйір деп жазады, мырза деп, Сүйір мырза дейді. Мына әкесінің аты негізінде әсіреп. Мына жерде кішкене с әріпін кішкене басқаша салып жіберген ба. Жалпы әсірептің баласы деп жазады. Опат болды 53 жасында дейді. 1830 жылда дейді. Құт деген аяты ғой. Құттың 3-ші дейді. 3-ші күні 3-шінде болып тұр ғой. Так, енді бұл кісінің бұл да сол Сүйірдің ұлы Бектұрлының құлпытасы екен. Жазу кете бастаған, үстіне калима. Шеркеш руы дейді, Шумақ тайпасы дейді. Так, Шерубай бөлімі дейді. Сосын мына жерде Бектұрлы дейді. Бектұрлы Сүйір ұлы дейді. Опат 79 жасында. Енді 28 сақталған екен. 88 мүмкін 1888 ба деген ой келеді. Мына бейті асты мынау құлпытастың артында үлкен кесене болған. Мына жерде тағы да бір құлпытас бар. Шамасы әйелі болуы мүмкін деп жобалаймын енді. Өйткені әйелімен көбіне күйеуін осылай бір жерге салады, бір кесенеге жерлейді деген сияқты. Бұнда жазу сақталмаған, жыл сақталып тек 1888 жылда деген жазу. Енді мына жерде тағы бір құлпытас бар. Так, бұл Бектұрлының баласы Сүйір деген кісінің, Бектұрлының баласы Өте деген кісінің құлпытасы. Шеркеш руы Шумақ тайпасы Шерубай бөлімінің Өте Бектұрлы ұлы опат 67 жасында, 67 жасында тас алып қойды деп жатыр. Енді мына жерде 67 жас дегенге үстіне кішкентай 4 сияқты нәрсе салып жіберіпті. Соны мен қазір түсінбей жатырмын. Неге оны жазды екен деп. Соны түсінбей тұрмын. Қазір келіп отырған ойым жалпы бір ұрпақтарын айту бойынша құлпытасты бұрын кейін әкеліп жасатып қойған деген ақпарат бар. Енді ойым неге мына қасына 4 деген сан салып жіберді деп ойлап жатқанмын. Мынау негізінде 67 деген сан, мынау 67 қасына 4 сияқты кішкентай белгі салып жіберіпті. Соны не үшін салғанын түсінбей, мүмкін жақсы, енді артын оқиық. Тек алып қойды. Баласы дейді. Қазмағамбет мырза дейді. Мына жерде 61-ге ұқсап тұр. 61 мекен санды кішкенікі қызық салып жүрген екен. Сол кішкене түсінбей тұрмын. Мына жерден одан кейін бәйбішесі дейді, яғни Өтенің бәйбішесі ғой. Бәйбішесі есімі Бибі екен. Бибі дейді. 1923 жылда дейді. Мизанда дейді. Мизанда. Енді аяты ғой. Мизанда қайтыс болған екен. Осы Сүйір ата қорымы.